Бәріміз дүниенің жақсы болып, адамдардың тыныштықта өмір сүрген, әділдікпен және сүйіспеншілікпен әрекет еткенін қалаймыз. Бірақ мәселе бар. Соның орнына бір күш бізді, яки күнәһар адамдарды үнемі жақсыны бүлдіріп қиратуға түрткі болып келеді. Бұл күш зұлымдық деп аталады. Киелі кітаптағы көзқарас бойынша, зұлымдық әртүрлі жайттарды кем дегенде екі жағынан бұзады. Біріншіден, өміріміздегі зұлымдықтың тікелей әсері бар. Мысалы, біреу басқа адамның бір нәрсесін ұрлап алса, бұл оның әділетсіздік жасағаны. Иә, сондықтан ол мұны түзету үшін орнын толтыру керек. Бірақ зұлымдықтың тағы бір жанама әсері бар. Өйткені ұрының ісі арқылы басқалармен қарым-қатынасы бұзылып, сенімсіздік жайылады. Демек, зұлымдық яки күнә адамдарды моральдық жақтан зақымдайды. Бұл жаппай бүлдіру сияқты. Күнә жасаған адам мұны да түзетуге тиіс. Ал көп адам Құдай ізгі қойып, ол дүниені зұлымдық атаулыдан тазартуы керек деп ойлайды. Бірақ шындыққа жүгінейік. Мен барлық жерде көретін зұлымдықтың өз бойымдағы зұлымдыққа ұқсайтынын байқаймын. Бұған бәріміздің қосқан үлесіміз бар, әрі соны жалғастырып келеміз. Сондықтан мұндай жағдай бізді тығырыққа әкеп тірейді. Жаратқан ие дүниені зұлымдықтан тазартатын болса, оны бізден де арылтуы керек болар еді. Киелі кітаптағы ұлы әңгіменің басында құрбандыққа мал шалу салты жайлы сипатталған. Кейбіреуімізге мұның түпкі мағынасы белгісіз болуы мүмкін. Ал израильдіктер үшін бұл салт Құдайдың әділдігі мен рахымының күшті белгісі болды. Мына шындық есіңде шығар. Дүниедегі зұлымдыққа менің де қосқан үлесім бар. Сондықтан дүниеден мені де арылту керек. Бірақ Құдай құрбандыққа ұсынылған малдың өмірі менің өмірімнің орнын басуға жол берді. Демек, менің орныма сол мал өледі. Ал бұл үшін киелі кітапта күнәнің құнын өтеу деген ұғым қолданылған. Бірақ бұл салттың екінші жағы да бар. Күнәнің адамдар арасындағы қарым-қатынасты бұзатыны есіңде шығар. Киелі кітапта бұл ұғым жерді арамдау яки ластау сияқты да сипатталады. Сондықтан ғибадатханадағы қызметкерлер ондағы құрбандық үстелі мен шымылдықтың алдына құрбандыққа шалынған малдың қанын бүркіп, арамдаған күнәні астарлы мағынада алып тастайтын. Сонда малдың қаны заттарды тазартты ма? Есіңде болсын, бұл астарлы мағынадағы белгі болды. Қан өмірді бейнелейді. Қан бүрку рәсімі Құдайдың адамдар жасаған күнәлардың жанама салдарын алып тастап жатқанын бейнелейді. Киелі кітапта бұл іс тазарту деп те аталған. Осылайша ғибадатхана мен жер енді таза орындарға айналды. Сондықтан Құдай мен оның халқы бірге тату өмір сүре алатын болды. Сонымен осы рәсім арқылы Израиль мен Құдайдың арасындағы қарым-қатынас қалпына келтірілді. Мұның басқа да мағынасы бар. Израильдіктер осы белгілер арқылы Құдайдың сүйіспеншілігі мен рахымын қабылдай алды. Олар кешірілген соң, енді сүйіспеншілік пен рахым көрсететін адам болуға тиіс болды. Негізінде солай болуы керек еді, бірақ әрқашан солай бола бермеді. Иә, солай. Мысалы, Ишая пайғамбар бұл туралы көп жазған. Ол жазбасының басында израильдіктердің көптеп шалған құрбандықтарының мәнсіз болып қалғаны жайлы айтқан. Өйткені олар өз араларындағы жарлылар мен езгі көргендерге жан ашымау сияқты зұлымдыққа жол берді. Тіпті Израиль патшаларының көпшілігі әділдікті бұрмалай берді. Бірақ Ишая пайғамбар Дәуіттің әулетінен керемет жолмен жаңа патша келіп, зұлымдықпен күресетін күнді қуана күтті. Ол Құдайдың қызметшісі ретінде қызмет етіп қана қоймай, өз халқының жасаған зұлымдығы үшін азап шегіп, өлуге тиіс болды. Оның өмірі құрбандық ретінде ұсынылмақ еді. Мәсіх Иса өзінің осы уәдені орындайтынына сенген. Ол азап шегіп айқышта өмірін қиған Израильдің патшасы. Мәсіх өзінің қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеп, жанын қию үшін осы дүниеге келген жөнінде айтқанда, Ишая пайғамбардың алдын ала жазған сөздерін өзіне қатысты қолданған. Ал бұл төлем сөзі күнәнің құнын өтеу үшін шалынған құрбандыққа меңзейді. Осылайша, жаңа келісімнің бірталай жерінде Мәсіх Исаның біздің күнәміздің құнын өтеу үшін құрбан болғаны жайлы жазылған. Мәсіхтің құрбандық өлімі адамдардың дүниедегі зұлымдық пен өлімге қосқан үлестеріне байланысты Құдай алдындағы қарызын жауып тастады. Бірақ жаңа келісім авторлары Исаның өліміне қатысты тазарту ретінде де жазған. Мәсіх Исаның қаны оның өмірінің белгісі. Мәсіх өмірін құрбан етіп, қанын төгу арқылы күнәнің бойымызда және айналамызда келтірген зақымын жоюға құдіретті. Сондықтан біз Мәсіхке сенім артып, Құдаймен тату өмір сүре аламыз. Мәсіхтің құрбандық өлімінің астарлы мағынасы осы. Бірақ ұлы әңгімеде бұдан да көп нәрсе бар. Иә, жаңа келісімде Мәсіх Исаның өлімінен кейінгі ғажап оқиға туралы күшті мәлімдеме жасалған. Мәсіх өлімнен қайта тірілді. Демек,
Мәсіх өз өмірін құрбандыққа бергенде өлім мен күнәнің күшін жойды. Ол бұған сенім артқан әркімге өз өмірін ұсынады. Мәсіх бұрынғы барлық құрбандықтар меңзеген мінсіз құрбандық тоқты. Сондықтан Мәсіхке сенушілер қауымы 1 ғасырдан бастап құрбандыққа мал шалу салтына қатысуды тоқтатты. Мұның орнына оларға жаңа рәсімдер берілді. Мәсіх Иса шәкірттеріне 2 рәсімді орындауды тапсырған. Біріншісі шомылдыру рәсімі деп аталады. Сенуші одан өткенде суға түседі. Бұл оның Мәсіхпен бірге рухани өліп, жерленгенін білдіреді. Ал судан шыққаны оның Мәсіх Исамен бірге қайта тірілгенін бейнелейді. Суға шомылдыру рәсімі сенің өміріңнің Мәсіх Исаның өліммен және қайта тірілуімен байланысқанын көрсететін күшті куәлік. Екінші рәсім еміздің асы деп аталады. Ол Мәсіх Исаның шәкірттерімен ішкен соңғы асын еске салады. Мәсіх өзінің алдағы өлімін құрбандық ретінде бейнелеу үшін нан мен жүзім шырынын пайдаланды. Енді Мәсіхтің шәкірттері оның құрбандық өлімін және оны қайта тірілткен құдіретті еске алу үшін тұрақты түрде наннан жеп, тостағаннан ішеді. Осылайша бұл рәсімдер бізге Құдайдың сүйіспеншілігін еске салып, бізді сүйіспеншілік пен рахымға толы өмір сүруге шақырады. Бірақ олардың тағы бір жағы бар. Осы 2 рәсім бізді жаңа өмірдің бастауымен байланыстырады. Мәсіх Исаны өлімнен қайта тірілткен құдіреттің өзі өміріміздегі зұлымдықпен күресе алады. Бұл құдірет бізді сүйіспеншілік пен тыныштықта өмір сүретін адамдарға айналдыра алады.